Ертеде бір қайырымсыз бай кіре тартып базарлап келуге шаһарға аттаныпты. Керуен ауылдың шетіне шыққанда әркімнің есігінде жалшылықта жүрген 6-7 жасар жетім бала керуеннің соңынан қуып жетіп, қолындағы елдің қайыр-садақаға берген қара бақырын байға ұсынып, маған да базардан бірдеңе әкеліп беріңші дейді періште пейілмен. Тот басқан тиынға ештеңе де түспейтінін білетін бай, баланы жақтырмаса да, тұлдыр жетімге не деп жауап қайтарар екен деп, айналасындағы анталап тұрған көп көзден жасқанып, уәде етеді де қара бақырды қалтасына салады. Ай жүріп шаһарға да жетеді. Бір керуен түйені толтыру үшін бірнеше күн базарлайды. Қажетті нәрселерін алып, көңілі жайланып, базардан шығып келе жатқан бай, қалтасына шақшасын іздеген кезде, қолына баяғы жетімнің қара бақыры ілінеді. Қызметшілердің көзінше уәде еткен соң амалсыз аялдайды. Базардың шетінде майда шүйде сатып отырған саудагерлердің айналасын торуылдап жүрген мысықты көреді де, мына мақұлықтың қожайыны қайсың деп сұрайды. Бұл осы жердегі адамдардың қалған құтқан тамақтарымен күн өлтіп жүрген иесі жоқ қаңғыбас мысық қой. Қажет болса ал, тегін береміз дейді әлгілер. Онда мен мұны тегін алмаймын, сатып аламын деп жорта мырзалық қылып қара бақырды бір саудагердің қолына сатады. Саудагерлер өздері құтыла алмай жүрген мысықтың пұл болғанына қуанып қалады. Күн жүреді, түн жүреді, бірақ ауылдың қарасы көрінбейді. Керуен жолдан қиыс кетіп адасады. Олар шет-шегі жоқ сахараның шөліне кіріп шыға алмайды. Бір жұмадан соң керуеннің алды шөлден өле бастайды. Керуен басы байдың бойын үрей билейді. Бір уақытта бай мінген түйенің бір қапталындағы дорбадан бала мысық секіріп түсіп, бет ауған жаққа жүгіре жөнеледі. Оны ешкім қуып әуре болмайды. Тағы бір жұма өтеді. Керуен әбден қалжырап, шөл қысқан құрбандықтардың саны да арта түседі. Түске таяу шығыстан 5-6 аттылы кісі келеді. Амандық саулықтан соң, сол жерден бірнеше шақырым жерде үлкен шаһар бар екен. Ол шаһарда тышқан көбейіп, содан оба індеті шығып, тұрғындарының қырылып жатқанын және қазір қаладан ешкімді шығармайтын, және де ешкімді кіргізбейтінін хабарлайды. Осыдан бір жұма бұрын қаламызда бір кішкентай мақұлық пайда болды. Ол келгелі тышқан азайып, індеттің беті қайтты. Халық оны Алланың бізге жіберген көмегі деп қабылдады. Ал хан сол мақұлықтың иесін іздеп тауып, маған алып келіңдер, айтар алғысым бар деп бізді аттандырды, дейді әлгі салт аттылар. Бір жақсылықтың болатын іші сезген сараңбай сөзге келместен, ол мақұлықтың иесі мен оны базардан әдейі сатып алып келе жатыр едім, дейді. Бай ханның алдына келеді. Шаһар іші бірнеше айдан бері дүрбелең. Оба індеті халықтың көбін жұтты. Амалымыз түгесіліп, Алладан ғана медет күтіп отыр едік. Міне, індеттің дауасын өзің арқылы жіберіп, мына қасиетті мақұлықты бізге қалдыр. Ақысына не сұрасаң да беремін, дейді хан байға. Айтқандай хан қазынадан байға 10 түйе алтын береді де, нөкерлеріне керуенді әлгі шөлден шығарып жіберуді бұйырады. Хан бұйрығы орындалады. Өз керуеніне 10 түйе алтын қосылған бай жол азабын мүлде ұмытып кетеді. Алайда, оның ойын кенет әлдене селт еткізеді. Ауылдан шығарда жетім баланың қара бақырын аманаттап алғаны есіне түседі. Жетімнің ақысы Құдайдың назарында болатынына жолдағы оқиғалардан соң көзін жеткізе түскен. Жарайды. 10 түйе алтынның барлығын жетім бала қалай жаратпақ? Жартысын берсем де жетеді оған. Оның үстіне ақша жетімдік болғанымен мысықты мен сатып алдым ғой. Сондықтан бұл алтында менің де үлесім бар деп өзін іштей жұбатады. Жолға бір күн түнеген соң бай алғашқы ойынан айнып, жетім балаға 10 түйе алтынның жартысын емес, 2 түйесін ғана беретін болды. Тағы бір күннен соң ол ойында өзгертіп, 1 түйе алтын беретін болып шешеді. Не керек ауылына 2 күндік жолға алғанда байдың ойы тағы да нілдей бұзылады. Оң солын танымаған тұл жетім 1 түйе алтынды қалай жаратады? Құр босқа жұрттың қолында кетеді. Одан да қара бақырының орнына бір ділда беріп есептесейін деп ойлап жатып ұйықтап қалады. Сол түні таңға жақын бұларды қарақшылар шауып барлық түйелерін алып кетеді. Ертесіне есін әрең жинаған бай қасына түндегі шайқастан аман қалған жігіттерін ертіп, қарақшылардың соңына түседі. Ондағы ойы қарақшы топты бастаған басбұзармен мәмілеге келіп, алып бара жатқан олжалары жетімнің ақысы екенін айтып, түйелерін қайтарып алу болады. Олар қарақшыларды сәскеде қуып жетіп, әлгі сөзін айтады. Қарақшы топтың басшысы сәл ойланып тұрып нөкерлеріне: алтын артылған 10 түйені қайтарып беріңдер, ал тауар тиелген керуеннің жартысын ғана босатыңдар дейді. Сосын қайырымсыз байға: сенің сөзің рас. Бұл олжамызға мен де күдікпен қараған едім. Олай дейтін себебім біз сендерді осыдан 1,5 ай бұрын, яки сендер ауылдарыңнан шыққан бойда тонаймыз деп жоспар құрып, жолдарыңды тосып едік. Бірақ
Керуеннің сыртынан қалың әскер қоршап бізге алдырмады. Және ол жасақтағы жауынгерлер өте сұсты еді. Қайтар жолда сендер адасып құмға кірдіңдер. Сол кезде де әскерлерінің шебі бұзылған жоқ. Керуен шөлден аман шығып ауылға бет түзегенде әскер тіпті қалыңдап кетті. Бірақ бір ғажабы, керуен ауылға жақындаған сайын жауынгерлердің қатары сирей берді. Тіпті кешегі түні түк те әскер қалмады. Сол ұрымтал сәтті пайдаланып, біз сендерді тонадық. Енді түсіндім. Ол әскер сол жетім баланың аманатын, алтын артылған 10 түйені қорғап келе жатқан періштелер екен. Сенің ниетің бұзылған сайын періштелердің де қарасы жоғала бастады. Соңғы түні сен балаға қара бақырын ғана қайтарып беремін деп шешкенде, періштелер саған лағнет айтып, түгел көкке ұшты. Көрдің бе, ақырында 10 түйе алтын түгіл өз керуеніңде бұйырмай қалды. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мына 10 түйені жетім баланың өзіне апарып бер. Байлықты берген Құдай, оның иесіне тұрақтап қалуын да өзі реттейді. Жетімнің ақысын жеген оңбайды. Осыны есіңде сақта. Ал мына өз керуенінің оннан 3 бөлігі бізде қалады. Жетімнің көз жасы Алланың назарында тұратынын түсінген бай 10 түйе алтынды өз иесіне тапсырыпты. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз.